Сәлем достар, біз қазір Озон маркетплейсында новый склад создавать етіп, бұрынғы складтың товарларын новый складқа ауыстыратын боламыз. Бұл үшін бірінші FBST'ге кіресіздер и склады методы басасыздар. Одан кейін сіздерде жұмыс жасап жатқан складтарыңыз тұрады. Ары қарай мынаны удалить етемін. И қалдаяқова деген новый склад создавать ету керек. Ол үшін сіздер добавить склад деген басасыздар. Одан кейін название складаға қай складты қолданасыздар, соны жазған дұрыс. Қалдаяқова мен деп жазып қойғам, бірді қоса саламын, сіздер Қалдаяқова деп жазсаңыздар болады. Одан кейін городқа Шымкент, одан кейін улицаға Қалдаяқова. Индекс, Шымкенттің индексін жазамыз. 16.00.00. Дом 4-5. Мына жерден өз номерлеріңізді жазасыздар. Одан кейін Озон Rocket таңдаймыз. Қай күндері заказ түссін, соны таңдап шығамыз. Ары қарай 24 сағат таңдаймыз, чтобы келген заказды сразу тапсыратын. Добавить метод доставки. Ары қарай самостоятельно. Далее деп басамыз. Одан кейін списокты бассаңыздар, Қалдаяқова 4-5 бірінші болып тұр. Выберите таймслот деген жерде мына стрелканы бассаңыздар, 17.00 деген тұр. Отгружать здесь, далее деген басасыздар. Одан кейін мына үшеуін бүйтіп активно аласыздар да, далее басасыздар. Одан кейін мына склад дайын болады. Ары қарай сохранить метод дейсіздер. Мен сохранить етпеймін, потому что уже создавать етіп қойғам. Сөйтіп осылай шығады, сәлден кейін активно болады. Осылай склад создавать етеміз. Енді мына складта 58 товар в наличии, а мына складта нет товаров. Осы складтың товарын мына складқа ауыстыру үшін, ол үшін товары дегенге список товарға барасыз. Одан кейін список товарға барсаңыз, добавить товардың алдында скачать деген тұрады. Скачатьты астында скачать остатки на моих складах деген тұрады. Соны ашамыз. И осындай бізде товарларымыздың артикулдары тұр. Одан соң бұл қазір бізге керек болады. Одан кейін FBS'те обновить остатки на складах деген бар. Сол жерге кіріп, скачать шаблон деп аласыздар. Шаблон новыйдан создавать етіп, открыть файл. Обновить остаткидан дайын шаблон аламыз. Оған дейін, осы ашылады. Разрешить редактирование басамыз. Одан кейін, как обычно, астында остатки на складе басамыз. Одан кейін, название склададан Қалдаяқованы таңдайсыздар. Қалдаяқованы таңдап, үстінен бір рет басасыздар да. Ctrl-C-ны басасыздар. Сөйтіп, бүйтіп, выделить етсеңіз, ары қарай мұны вставить етіледі. Осылай. Қанша керек, соны вставить етіп шығамыз. Одан кейін артикул дегенге, мына жерде товарыңыз артикул. Баяғы артикулдарды алып келесіз, мына жерде артикулдар жазылып тұр. Осы жерден А деген жерді басамыз, бүкіл строканы алам деген сөз, и копировать деген басасыздар. Сөйтіп, мұны жаңаға берген Excel'ге апарамыз. Б дегенге апарамыз да, вставить деген басамыз. Вставить. Одан кейін Қалдаяқовадан тағы да копировать етіп аламыз да, астына дейін соны қойып шығамыз. Ctrl-V. Керек жерге дейін вставить етіп аласыздар. Вставить. Одан кейін мына жерге копировать етесіздер де, вставить. Осымен біздің шаблонымыз дайын. Ары қарай update template 14 деген файл сохранить етем. Жабам. Ары қарай выберите файл. Міне 14. Открыть, загрузить. Сөйтеміз де.
алдыңғы файлдағы список товарларымызды удалить етіп шығамыз. Содан кейін продажаға шығарып болғаннан кейін склады методыдан біз альмерик тапсамыз керек, иә. Ол үшін қайтадан 58 товар наличие ма, соның жанындағылардың барлығына 0 қойып шығамыз. Деген сияқты осы товарлардың бәрін мына складтан продажадан алып тастаймыз продажадан. Сол кезде біз только мына қалдаяқ бабымен жұмыс жасайтын боламыз, альмерикпен емес.